сіздің айтып отырғаныңыз қазіргі таңда біздің 2017 жылы елбасымыз айтып өткен жасанды интеллект, яғни цифрлы Қазақстан болып табылады. Яғни цифрлы Қазақстан бізге нені береді? Цифрлы Қазақстан бізге жаһандануды, яғни цифрлы Қазақстан біздің өзіміздің сауаттылығымызды береді. Яғни цифрлы Қазақстанның алдымен мен мына идеямен таныстырғым келіп отыр. Бізде қазіргі таңда цифрлы Қазақстан болу үшін біз сауатты болуымыз керек. Ал сауатты болу үшін біз ең алдымен кітаптарды, яғни кітапханаларды қамтамасыз етуіміз керек. Менің алып отырған жасанды интеллекттің, яғни осы цифрлы Қазақстанға қатысты нәрсем ол кітапхана, яғни заманауи кітапханалар. Қазіргі таңда біле білсеңіздер, Қазақстанда 3920 кітапхана жұмыс жасап тұр. Бұл өздеріңіз білетіндей өте аз. Ал біз ең алдымен жастарды кітап оқуға баулуымыз керек. Сонда жаппай кітап оқитын ұлтқа айналамыз. Тәуелсіздік кезінде елімізде кітапхана ісі төмендеп қалған болатын. Яғни болашақта осы цифрлы Қазақстанға баулуымыз үшін бізде осы кітапханамызды жоғартуымыз керек.